Ал балалар, келесі есеп бізде 60 есеп. Есепті шығарыңдар. А. Оқушылар бірінші күні 3 қатардың әрқайсысына 16 көшеттен, ал екінші күні тағы 9 көшет отырғызды. Балалар, екі күнде барлығы қанша көшет отырғызды? Енді былай жаздым балалар. Бірінші күні 3 қатарға 16 көшеттен отырғызды. 3 қатарға 16-дан отырғызып шыққан. Одан кейін екінші күні келгенде 9 көшет қосып кеткен. Сонда жалпы барлығы қанша көшет отырғызған? Шешуі. Біз бірінші күнді есептейік. 3 қатарға 16-дан отырғызып кеткен. Екінші күні 9 отырғызып кеткен. Міне, сонда 57 көшет отырғызған. Яғни бөлек амалдармен есептейтін болсақ, 9-ды біз көбейтеміз, 16-ға 48 шығады. 48-ге мына 9-ды, екінші күнге кеткен 9-ды қосамыз. 48 қосылған 9 57 болады. Жауабы барлығы 57 көшет отырғызылды. Сендер амалдармен көрсеткілерің келмейтін болса, мынаны жазбай-ақ қойсаңдар болады, бұл сендерге түсіну үшін. Келесі ә есебі. Машине 120 километр жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолдың 3-тен 1-ін құрайды. Барлық жүріп өтетін жолдың ұзындығы қандай дейді? Балалар, бізде былай түсіндірек. Жүрді 120 километр. Бұл жүрілген жолдың 3-тен 1 бөлігі дейді. Барлық жолдың ұзындығын қанша километр екенін сұрап тұр. Балалар, сендерге мен 3-тен 1 бөлігі дегенді түсіндіріп кетейінші. Мысалға, мынау бізде барлық жүрген жол. Соның 3-тен 1 бөлігі болатын болса, мінекей жолды 3-ке бөлеміз. Жолды 3-ке бөлдік. Мына бірінші бөлігі, мынау екінші бөлігі, мынау үшінші бөлігі жүрілген жалпы жолдың. Соның 1 бөлігінің өзі 120 километр. Яғни, осыны ғана жүріп өтті машине. Сонда тағы да осындай 2 бөлік бар деген сөз. Сонда ол барлық жүріп өтетін жолдың ұзындығын бізден сұрап тұр. Сонда бізде бірінші бөлік 120 километр болса, екінші бөлікте 120 километрға тең. Үшінші бөлікте дәл солай 120 километрге тең болып тұр. Сонда біздің есебіміздің шешуі былай болады, балалар. 120 көбейтілген 3 тең 360. Жауабы барлық жүріп өтетін жолдың ұзындығы 360 километрге тең болады. Түсіндір ме, балалар? Яғни, мынау сендерге түсінік үшін қосымша жазсаңдар да болады, немесе өздерің түсінгеннен кейін бұны қоспай-ақ қойсаңдар да болады, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. 7-ші тапсырмада санды тап, математикалық фокус дейді, балалар. Яғни, А тапсырмасын оқиық. Досыңнан бір санды ойлауды өтін дейді. Бұдан кейін ол ойлаған санды 2-ге көбейту қажет. Нәтижесіне 8-ді қосу керек. Алынған нәтижені 2-ге бөлу керек. Ойлаған санды азайту керек. Енді сен жауабын 4 саны деп айта аласың дейді. Балалар, бұл фокустың құпиясын ашып көрейік. Мысалы, біз өздерің білесіңдер, балалар, біз теңдеулерде белгісіз санды x-қа, немесе y-қа, немесе a деп кез келген латын әріптермен белгілейміз. Бұл жерде біз белгісіз әріпті x деп белгілейік. Яғни, досымыз біздің бір санды ойлау керек. Белгісіз ол бізге қанша сан ойлаған, Яғни, сол санды не істеу керек дейді? 2-ге көбейту керек дейді. Міне, 2-ге көбейту керек дейді. Одан кейін одан шыққан санды 8-ге қосу керек дейді. Біз бұны жақшаға алдық. Содан алынған нәтижені 2-ге бөлу керек дейді. Одан кейін бастапқы бағанағы досыңның ойлаған санын одан азайту керек дейді. Сонда тең 4 шығады. Нақты 4 шығады дейді. Яғни, біз досымыздың орнына өзіміз ойлап көрейік, балалар. Белгісіз санның орнына 5-ті ойлап көрейік. 5-ті көбейтеміз 2-ге, 10-ға көбейтеміз 8-ді, 18, 18-ді бөлеміз 2-ге, 9, 9-дан 5-ті азайтамыз, балалар 4 шығады. Мінекей 4, 5-тен
9-дан 4 азайтсақ, 9-дан 5 азайтсақ 4 шықты неке дұрыс. Тағы бір сан тексеру барысында беріп көрейік. 10 беріп көрейік енді. Біз 5-ті берген кезде 4 шықты ғой, енді басқа сан беріп көрейік. Басқа бір екінші досымызға айтайық. Ол 10 ойлады делік. 10-ды көбейтіп 2-ге 20 болды. Қостық 8-ге 28 болды. Бөлдік 2-ге 14 болды. 14-тен 10-ды алдық, 4 шықты. Бұл да 4 шықты. Бұл Фокстың балалар шынымен қанша сан достарыңыз ойласа да, шынымен нәтижесі 4 шығып тұр. Бұл Фокстың құпиясына назар аударайық, құпиясын тауып көрейік балалар. Енді қараңдаршы балалар. Бұл жерде құпия мына жердегі беріп тұрған санның шыққан нәтиже тең жартысы. Мына жерге 8 беріп қойған ғой, сондықтан 8-дің тең жартысы бізде 4-ке тең ғой. Сондықтан 4. Ал енді біз осы нәтиже, мына жердегі санды өзгертіп, басқаша есеп құрастырып тексеріп көрейікші. Соның тең жартысы шыға ма екен? Қараңдаршы, бізге мына жерге 16 деп беріп көрді, 16-ның, яғни тең жартысы 8 қой. Біздің бүгінгі Фокс есебіміздің жауабы 8 шығу керек деп айтайық. Ал енді бір досымызға сан жастыр дейлік. Ол жастырды делік 5-ті. 5-ті көбейтеміз 2-ге 10 болады. 10-ды қосамыз 16-ға 26 болды делік. 26-ны бөлеміз 2-ге 13 болды делік. 13-тен 5-ті алсақ 8 шығады. Көрдіңдер ме балалар? Яғни біздің Фокстың құпиясы мына жердегі санның тең жартысы болады екен. Осы өрнектің нәтижесі. Көрдіңдер ме балалар? Мінекей 8-дің тең жартысы 4 болып тұр. Ал 16-ның тең жартысы 8 болып тұр. Ал енді осыған ұқсас есептер құрастыр деген. Біз мына жерде балалар 24-ті қойып көрейік, балалар дәл осыған ұқсас, бірақ мына жерде санымыздың 24 деген сан беріп, жауабын біз қанша деп нәтиже аламыз деп сеніп отырамыз. Яғни 12. Біз бағана құпияны білдік қой. Мына жердегі санның тең жартысы оның мәні болады деп. Яғни бір сан ойла дейміз. Оны 2-ге көбейтіп 24-ке қосқанда шыққан нәтижені 2-ге бөлгенде, оны қайтадан құпия санды азайтқанда 12 шығады деп жасырамыз. Енді ол бір досымыз 10-ды көреді. 10-ды көбейтеміз 2-ге 20 болады. 20-ға 24-ті қосамыз 44 болады. 44-ті 2-ге бөлеміз 22 болады. 22-ден 10-ды алсақ 12 шығады. Дұрыс шықты ғой. Екінші досымыз сан ойласа 5-те ойлау мүмкін. Оны көбейтеміз 2-ге 10 болады. Қосамыз 24-ке 34 болады. 34-тен 2-ге бөлеміз 17 шығады. 17-ның азайтамыз 5-ті 12 шығады. Көрдіңдер ме балалар? Біз бұл Фокстың құпиясын сендермен бірге аштық. Түсінікті болса балалар, дәптерлеріңе көшіріп алыңдар. Ал балалар, бізде соңғы тапсырма 8-ші тапсырма. Теңдік тура болатындай бір санағыш таяқшаны орнына ауыстыр. Бұны 2 тәсілмен орындауға болады дейді. Балалар, мен бұл есепті сендерге түсіндірмес бұрын, сендерге мен рим цифрын үйреткім келіп тұр. Балалар, рим цифры бізде мынандай таяқшалардан жазылады. Яғни бізде 1 таяқша, 2 таяқша, 2, 3 таяқша, 3, ал 4 бізде бұлай жазылады, 5 бұлай жазылады. Бізде 4 пен 6 ұқсас келеді, яғни 4-те таяқша алдында жазылатын болса, 6 таяқша соңына қарай көшеді. 7-де 6-да 1 таяқша болса, 7-де 2 таяқша, 8-де 3 таяқша болады. Ал 9-да x-тің таяқша алдына шығады да, 10 x-тің өзі болады, ал 11-де уже x-тің соңына шығады таяқша.
14-тен кейін 12 2 таяқша, 13 3 таяқша болып ары қарай жалғаса береді. Бізге балалар 11-ге дейін қажет болғаннан кейін мен 11-ге дейін ғана сендерге түсіндіріп отырмын. Ал олай болса, мына теңдікке назар аударайық. Мына жерде бізде 9 таяқша бар. 9 таяқша бар және бізде 11 деген рим цифры тұр. Яғни x-тен кейінгі бір таяқша 11. Енді 9 бен 11 бізде тең емес, балалар? Тең емес. Сондықтан мен екі тәсілмен бұл таяқшалардың орнын ауыстыру арқылы тең қылатын тәсілді көрсететін боламын. Мына жерде балалар таяқшаның мына таяқшаны, мына x-тің соңында тұрған таяқшаны мына қатарға көшірдім. Сонда мына жерде 10 таяқша болады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мына жақтан келген таяқшамен 10 болады. Мінекей мына жақта, мінекей 10 таяқша болды. Сонда мына жерде x-тің өзі қалады. Бізде x-тің өзі мына жақта 10. Міне 10. Сонда 10 мен 10 тең болады. Бұл бізде бірінші әдіс. Ал екінші әдісте, балалар, екінші әдісте бізде мынау 9, 9 таяқша, ол дұрыс. Ал енді мына таяқшаны x-тің алдына көшіретін болсақ, мен бағана мына жерде көрсеттім, бұл қанша болады? 9 болады. Сонда былай болады жауап. 9 таяқша тең 9 рим цифрына. Түсінікті ғой, балалар, Міне біздің теңдігіміз екі тәсілмен бір таяқшаны ғана орын ауыстырып тең болды. Ал балалар, бүгінгі тапсырма осымен аяқталды. Барлық есептер, барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сендерге ұнаса, сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болған болса, маған лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Сендерге әрқашан есепті түсінікті етіп, видео түсіруге уәде беремін. Сәттілік, сау болыңдар.